Ескі суретті қалпына келтіру. Ең алдымен ескі суретті Photoshop бағдарламасында ашып алыңыз. Ал мен мұнда суретті қалпына келтіргенге дейін және қалпына келтіргеннен кейінгі екі түрінде ашып қойдым. Яғни суретті соңғы нәтиже қандай болу керек екенін алдын ала білуіңіз үшін. Көбіне ескі суреттердің шеткі аудандары қалпына келтірілмейтіндей болуы мүмкін. Мысалы мынадай. Сізге қалпына келтіруге болатын ауданды қиып алуыңыз қажет. Ол үшін рамка құралын таңдаңыз. Керекті ауданды ерекшелеңіз де Enter пернесін басыңыз. Енді ескі суретті қалпына келтіру үшін суреттегі дақтар мен сызықтарды жоюыңыз қажет. Оны кетіруге арналған бірнеше құралдар бар. Точечно восстанавливающая кисть құралын таңдап алыңыз. Бұл құралды қолдану өте оңай. Суреттегі дақтар мен сызықтардың орнын шертіп отырсаңыз болды. Егер сурет тым алыс болса, оны навигатор терезесі арқылы жақындатып, алыстатып өзіңізге жұмыс алаңын ыңғайлауыңызға болады. Точечная восстанавливающая кисть құралы автоматты түрде жұмыс жасайды. Егер сызықтар мынадай ыңғайсыз жерде орналасса, оны заплатка құралымен кетіруге болады. Құралмен сызықты ерекшелеп, ерекшеленген ауданды тінтуірдің меңзерімен ұстап тұрып, таза ауданға жылжытыңыз. Осылай басқа сызықтарды да кетіріңіз. Келесі, штамп құралының көмегімен мынадай бір түсті аудандарды, сиясы кеткен аудандарды қалпына келтіруге болады. Ол үшін Alt пернесін басып тұрып, таза ауданға бір рет шертіңіз. Пернені жіберіп, қалпына келтіретін аудандарды шертіп шығыңыз. Осылай суреттің барлық ауданын қалпына келтіріп шыққаннан кейін, оның рамкасын жасаңыз. Мысалы мынадай етіп. Ол үшін изображение мәзіріндегі размер холста командасын таңдаңыз. Ашылған терезеде новый размер бөлімінің ширина ені, высота биіктігі жолдарының өлшем бірлігін процентке өзгертіңіз. Ширина және высота жолдарына 102 мәнін енгізіп шығыңыз. Келесі цвет расширения холста жолына суреттегі ең қараңғы түсті көрсетіңіз. Соңында ОК батырмасын басыңыз. Екіншісінде тура осы амалдарды қайталаңыз. Бірақ цвет расширения холста жолына суреттегі ең жарық түсті көрсетіңіз. Үшінші рет бірінші амалды толығымен қайталаңыз. Яғни, өлшем бірлігін процентке өзгертіңіз, ширина және высота жолдарына 102 мәнін енгізіп шығыңыз. Цвет расширения холста жолына суреттегі ең қараңғы түсті көрсетіңіз. Соңында ОК батырмасын басыңыз. Төртінші, соңғы ретте екіншіні қайталаңыз. Яғни, өлшем бірлігін процентке өзгертіңіз. Цвет расширения холста жолына суреттегі ең жарық жерді көрсетіңіз. Тек ширина және высота жолдарына 102 емес, 108 мәнін енгізіңіз. Соңында ОК батырмасын басыңыз. Енді суретті көлденең бағытта өзгертіңіз. Ол үшін изображение мәзіріндегі вращение изображения пунктіндегі отразить холст по горизонтали командасын таңдаңыз. Осымен сурет толығымен қалпына келтірілді.